белгісіз бұрыштарды зерттеу үшін көк нүктені жылжытыңыз. Яғни бұл жерде бұрыштарды зерттеу, біз ең алдымен бұрыш зерттеген кезде бұрыштың қалай белгілену керек екенін біліп алсақ, мына жерде мындай М деп мына бір белгі тұр. Мына жерде мындай бір белгі бар. Бұл бұрыш дегеннің белгісі. Біз осы белгіні көрген кезде біз бұны бұрыш деп оқимыз. Бұрыш. Яғни кәдімгі мына бір бұрыштар деген белгі. Бұл жерде бірінші жазылып тұр мұнда бұрыш БОЦ. Ол бізде қайда? Бізде мына Б нүктесі, одан кейін О нүктесі, одан кейін С нүктесі. Міне осы бұрыш бізде БОЦ деп белгіленеді. Арасына былай белгі қоямыз. Міне бұрыштарды біз осылай белгілеп қойсақ болады. Міне осылай доғалып белгілеп қоямыз. Бұл БОЦ бұрышы. Бұл жерде енді есеп құрастырылған, дайын есепті шығарған. Бірінші біз осы БОЦ-ны түсініп алдық, бұрыш деген не екен. Екінші АОБ бұрышы. Мынау бізде А нүктесі, қайттан бізде О нүктесі, кейін бізде Б нүктесі. Ол осы бұрыш. Міне БАОБ бұрышы. Біз бұл жерде бұрышты белгілеген кезде міндетті түрде бұрыштың төбесі, мысалы мен былай бұрыш белгілеймін, мына мен С, Д, G деп белгілеймін. Біз міндетті түрде Д деген бізде бұрыштың төбесі ғой. Осы бұрышты міндетті түрде ортасына қоямыз әріптердің. Бұрыш С, кейін Д, одан кейін G тұрады. Мына Д ортаға қоямыз. Үш әріптің ортасында бұрыштың төбесі тұрады, төбесі. Жақсы. Немесе кейде есептерде тек қана осы бір ғана әріппен белгілеп кетуде мүмкін. Бұрыш Д деп белгілесек, ол осы Д бұрышын белгілейді. Егер бұл қай кезде болады десеңіздер, ол бұрыш тек қана өзі жалғыз тұратын болса, бұл қасты тағы былай бұрыш былай, екінші бұрыш былай белгіленетін болса, ол кезде бұрыш Д деп белгілей алмаймыз, өйткені біз бұрыштың мына бұрыш па әлде мына бұрыш па қайсысы екенін білмей қаламыз. Ал егер бұрыш жалғыз өзі тұратын болса, онда бұрышты жалғыз өзін Д деп белгілеп кетуге болады. Жақсы. Енді мына есептің қалай шығарғанын көрейік. Бізде мына жерде қарасақ үлкен мындай белгілеп қойған, қоңырмен белгілеген. Бұл бізде 162 градус. Ал жерде көкпен белгілеп қойған, бұл бізде 25 градус. Бізге бұл жерде белгісіз болып тұрған мынау БОЦ бұрышын іздейміз. Бұл жерде БОЦ деген ол бізде осы бұрыш қой, БОЦ. Осы бұрышты қоссақ мына көк бұрышқа, яғни АОБ-ға қосқан кезде екеуінің қосындысы 162 болады. Міне осы жерге тағы да осы жерді қосқан кезде бізде жалпы 162 шығады. Бізде бұның біреуі белгісіз, екіншісі 25 градус. Яғни мына бізде БОЦ, біз ол X. Қарапайым теңдеу, бұл жерде мына X қосылған 25 градус тең 162 градус дегендей білдіреді. Енді екеуінен де біз 25 алып тастаймыз, 25 пен 25 кетіп қалады. Сонда мына жақта БОЦ-ның өзі қалады. Мұнда 162-ден енді 25 алып тастасақ, бізде 132 градус шығады. Сонда біздің белгісіз бұрышымыз ол 132 градус, 137 градус дегенді білдіреді. Мына жерде бұрыш саны 3 деп қойған, осының үстінен бассамыз, сол кезде бұл жерде бізге 3 бұрыш береді бізге. Мына жерде көк нүктелерді жылжытуға болады. Міне осылай жылжытуға болады. Бұл жерде дәл жаңағыдай есеп, бірақ мұнда 3 бұрыш беріліп тұр. Біріншісі АОБ, міне АОБ. Ол осы бұрыш АОБ деген адам оға шейін 30 қылып қойын. Екіншісі бізде БОЦ. Б ортасынаның. БОЦ бізде жоқ. Сосын СОД бізде үшінші бұрыш қосылды мұнда. Ол 60 градусқа тең болып тұр. Міне осы жерден тағы да теңдеу шығады бізде. Бізде бірінші АОБ 30 градус деп қойдық. БОЦ бізде белгісіз. Және де СОД бізде 60 градусқа тең болып тұр. Жалпы осы үшеуінің қосындысы 162-ге тең болып тұр. Бұл жерде 30 бен 60-ты қосып 90 шығарамыз. 90-ды 162-ден алып тастаймыз. Сонда бізде 72 градус шығады. 72 градус. Бұл жерде бұрыштарды әр түрлі ауыстырып көруге болады.
бұрыштарды қысқартып жатыр. Мына бізде 90 градус болды. Тік бұрыш болады бұл кезде. 25, қалғаны 65. 49, 50, қалғаны 40. Үш бұрыш қылайық. Бұрыштарды үлкейтіп, кішірейтіп жылжытқанмен есептің сандары ауыса береді. 45, 36 болды. 129 деп тұр. Есептерді ауыстырғанмен есептің шығару жолы өзгермейді.